Саламатсыздар ма, студенттер мен құрметті оқытушылар. Бүгін қазақ тілін оқыту әдістемесі пәнінен кезекті дәріс оқушы, тіл және аударма факультетінің аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі Бейсен Дәурен Бейсенұлы. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы педагогикалық қарым-қатынас болып табылады. Педагогикалық қарым-қатынастың жалпы қазіргі уақыттағы білім беру саласында көптеген жаңартылған білім берудің жаңа бағыттары, жаңа түсініктерді қалыптасуына байланысты жалпы алдағы уақытта және қазіргі уақыттағы педагогикалық адамдар арасындағы қарым-қатынас, соның ішінде педагогикалық қарым-қатынас, мұғалім мен оқушы арасындағы, оқытушы мен студент арасындағы қарым-қатынас күнделікті күн тәртібіне шыққан өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Сондықтан біз бүгінгі лекция тақырыбы барысында педагогикалық қарым-қатынастың стильдері мен ерекшеліктеріне, педагогикалық қарым-қатынастың түрлеріне, тағы да басқа оның ішкі жан дүниесіне үңіліп, барлығын талдап көрсетуге тырысамыз. Педагогикалық қарым-қатынасқа тоқталмас бұрын бірінші жалпы өзі қарым-қатынас дегеніміз не? Соған тоқтала кетсек. Қарым-қатынас біріккен іс-әрекет қажеттілігін туғызатын, адамдар арасындағы байланыстың дамуын орнататын күрделі көп жоспарлы процесс болып табылады. Адамдардың танымдық хабарларды өзара алмасуы, өзара түсінісуі, бірін-бірі қабылдауы бұл процесс барысында жүзеге асырылады. Бұл қарым-қатынас адамның сөйлеуді меңгеруінің арқасында іске асатыны белгілі. Ол өзінің ойын, білімін, өзінің сезімін басқа адамдарға хабарлай алады және өзі басқа адамдардың ойын дұрыс түсіне алуға мүмкіндік туады. Олардың сезімдері мен өмірге деген құбылыстарын туралы білуге мүмкіндік алады. Тілдің көмегімен сөйлеу қарым-қатынасында әрбір адам білімнің көп бөлігін басқа адамдардан алатыны бесенеден белгілі. Жинақталған тәжірибені және білімді меңгеруге оқыту үрдісі жататыны анық. Сөйлеу соның ішінде тілдің көмегімен адамдардың өзара қарым-қатынас үрдісі болып табылады. Қарым-қатынастың түрлері қандай? Біріншіден маскалық қарым-қатынастар. Бұл бір күннің ішінде бірнеше маска келеді. Әсіресе бұл формальды қарым-қатынастардың бірі болып табылады. Маскаларды пайдалану арқылы сұхбаттасушылардың арасында, яғни қарым-қатынасқа түсушілердің арасында өзіндік тұлғалық ерекшеліктерін түсініп, бір-бірін ескеруге талпына отырып, шынайы сұхбаттасушыға деген өзінің сезімдерін, эмоцияларын, қарым-қатынас барысында көрсетпейді, яғни белгілі бір маска киеді. Күнделікті біздің жалпы өмірімізде кез келген адам маска киюмен өмір сүреді, өйткені белгілі бір өз ортасында басқа маска киетін болса, үйде басқа маска, сонымен қатар жұмыста басқа, оқуда басқа маска киюі әбден мүмкін, өйткені әбден киетіні анық. Сондықтан маскалық қарым-қатынас адамдар өміріндегі негізгі қарым-қатынастардың бірі болып табылады. Екінші қарым-қатынастың түрі ол формалды рөлді қарым-қатынас болып табылады. Бұнда сұхбаттасушының тұлғасы мен әлеуметтік рөлі маңызды болып табылады. Формальды рөлді қарым-қатынас дегеніміз көбінесе жұмыс барысында офистік қызметкерлер арасында және белгілі бір бастық пен оның қол астындағы жұмыскері арасындағы қарым-қатынаста өте анық көрінеді. Сондықтан бұл уақытта біздің айтпағымыз сұхбаттасушының тұлғасы мен әлеуметтік рөлі маңызды рөл атқаратындығы осыдан байқалады. Келесі үшінші ол іскерлік қарым-қатынас. Мұнда сұхбаттасушының іске деген тұлғалық ерекшелігі, мінезі, жасы, көңіл-күйі ескеріледі. Сонымен бірге оның іске деген қызығушылығы мәндік тұрғыдан маңызды орынға ие. Іскерлік қарым-қатынас қандай уақыттарда жүргізіледі? Көбінесе бұл белгілі бір серіктестердің арасында, белгілі бір бизнес өкілдерінің арасында және белгілі бір терезесі тең адамдардың арасында іскерлік қарым-қатынасты жүзеге асыруда, іскерлік белгілі бір бизнестерді іске асыруда өте жақсы қолданылатын қарым-қатынас болып табылады. Сонымен қатар келесі төртінші қарым-қатынас түрі ол достардың рухани және тұлғалық қарым-қатынасы.
мұнда кез келген тақырыпқа әңгіме қозғауға болады. Тек сөз арқылы ғана емес, жест, мимика арқылы да бірін-бірін өте жақсы түсінеді. Бұл көбінесе дос жаран адамдардың арасында және белгілі бір тұрғыда рухани бір-бірімен жақын адамдардың сонымен қатар отбасы мүшелерінің арасындағы болатын қарым-қатынасты осы достардың рухани және тұлғалық қарым-қатынасы деп атаймыз. Бесінші қарым-қатынастың түрі ол манипулятивтік қарым-қатынас. Ол сұхбаттасушыдан белгілі бір пайда табуға бағытталған қарым-қатынас болып табылады. Ол үшін сұхбаттасушының тұлғалық ерекшелігіне байланысты түрлі әдістер пайдаланылады делінген. Бұл манипулятивтік қарым-қатынас барысында көбінесе біз белгілі бір сатушы мен сатып алушының арасында, базардағы қарым-қатынасқа түсуші екі адамның арасында, белгілі бір бизнес өкілдерінің арасында және белгілі бір адамның қарсылас жақтан пайда табу мақсатында қарым-қатынасқа түсетін болса, бағытталған болатын болса, бұны манипулятивтік қарым-қатынас дейміз. Бір-біріне манипуляция, яғни бір-біріне кәдімгідей бағыт-бағдар беруге, сөз арқылы бағыт-бағдар беруге тырысады. Келесі, алтыншы қарым-қатынас түрі ол вербалды немесе вербалды емес қарым-қатынастар түрі болып табылады. Вербалды қарым-қатынастың қандай екенін алдағы уақытта айтатын боламыз, вербалды еместі сол уақытта айтатын боламыз. Вербалды дегеніміз сөз арқылы қарым-қатынас жасау, вербалды емес сөз сөйлеу барысында немесе тағы да басқа да барысында қосымша мимика мен жестердің қолдануын біз вербалды емес қарым-қатынас дейміз, сөзсіз қарым-қатынас жасау. Жалпы бұл қарым-қатынас жасау барысында міндетті түрде біз әсіресе педагогикалық қарым-қатынас жасау барысында міндетті түрде басты мәселе ол ұстаздық әдеп сақтай білуіміз керек. Ұстаздық әдеп дегеніміз не? Мұғалімнің аса бағалы педагогтық қасиеті. Адамдар ара қатынасының түрлі мағынасында қолданылады. Әдеп адамдардың өзара жақсы қарым-қатынас жасауының жағдайы. Әдепті адамдар басқаларға барынша жақсылық жасап, қуаныш әкелуді тілеп тұрады. Әдепті ұстаз басқа адамдармен не оқушылармен қарым-қатынас жасағанда ақылға салып, ойланып барып сөйлесіп, сергек болады. Педагогикалық әдеп дегеніміз кәсібіміздің ең маңызды элементі болып табылады. Педагогикалық әдеп, педагогтық әдепсіздік бар. Бір мұғалімнің әдепсіздігі басқа мұғалімнің тәрбие әсеріне кесірін тигізуі мүмкін. Ұстаз педагогтық кәсіпті таңдаған соң, педагогтың әдепті, білім мен іскерлікті саналы түрде игеріп, оқушыларды оқытуда, тәрбие беруде адамгершілік этикасын жоғары ұстанған жөн. Бұл ретте біз Макайын сөзін мысалға келтірсек болады. Адамға барынша талаптар қою керек, бірақ сонымен бірге оның барынша құрметтеу керек деген болатын әйгілі педагог. Педагогикалық әдеп қай уақыттарда керекті? Бірінші кезекте міндетті тұрғыда тілдесу, қарым-қатынас жасаған кезде керек болады. Одан кейін сөйлесу икемділігінде, яғни кез келген уақытта тек қана тілдесуді белгілі бір адамдармен сөйлесу барысында адамның мінез-құлқына байланысты немесе адамның белгілі бір көңіл-күйіне байланысты икемділікке келу керек болатын болса, онда педагогикалық әдеп сақтаған дұрыс. Одан кейін тағы қандай уақыттарда керек болады? Ол оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыра алу икемділігінде педагогикалық әдеп міндетті түрде керек болады. Өйткені оқушылармен ара қатынасқа түскен кезде қарым-қатынасқа міндетті тұрғыда педагогикалық әдеп сақталуы тиіс. Одан кейін өзін-өзі ұстай алу және талап ету икемділігінде педагогикалық әдепті сақтауымыз керек. Педагогикалық іс-әрекеттің нәтижесі үшін атқарылған кәсіптік жауапкершілік көрсеткіштері мынандай: кәсіпке, қоғамға деген қарым-қатынасына байланысты. Олар тәртіпті болу, өзіне және басқа балаларға қадағалықпен қарау, эмоционалдық, байсалдылық, әдептілік, ұжымдағы әріптестермен жақсы қарым-қатынасқа түсу осы көрсеткіштерді байқатады. Кәсіби педагогикалық қарым-қатынас процесінің құрылымына конфликт бойынша біріншіден педагогтың сыныппен қарым-қатынасын алдын ала модельдеу, яғни болжау. Бұл кезең аудиторияның танымдық әрекетінің сипаты, мүмкіндік болатын кедергілер, жұмыс динамикасы сияқты ерекшеліктерді білуді қажет етеді. Екінші,
бастапқы байланыс кезіндегі қарым-қатынасты ұйымдастыру болып табылады. Яғни бұл коммуникативтік шабуыл деп аталады. Топтық жұмыс істеуге белсенді тарту қажет етеді және өзін-өзі көрсету мен динамикалық әсер ету әдістерін меңгеруіне байланысты болып табылады. Үшіншіден, дамушы педагогикалық процесс барысында қарым-қатынасты басқару. Бұл оқушылардың инициативасына қолдау, яғни оқушылардың өзіндік ұсыныстарына қолдау болып табылады. Диалогтық қарым-қатынасты ұйымдастыра алу және шынайы өмірден мысал келтіруіне байланысты болады делінеді. Төртіншіден, жүзеге асырылған қарым-қатынас жүйесін анализдеу және оның алдағы іс-әрекетін модельдеу дейді. Жүзеге асырылған қарым-қатынасты міндетті түрде талдап отыруымыз керек, ойша талдаудан өткізуіміз керек және оны ары қарай осындай іс-әрекет болатын болса, оны модельдеуіміз керек, яғни жоспарлауымыз керек болып табылады. Зерттеушілер мұғалімнің сыныпқа деген қарым-қатынастың үш стилін бөліп көрсетті. Бірінші, тұрақты жағымды стиль. Мұғалімнің балаларға деген тұрақты эмоционалды жағымды қатынасы мен қиын сәттерде көрінетін көрсетумен оқу әрекетіндегі кемшіліктерге, естеліктерге және сонымен қатар қайтарумен балалармен қарым-қатынас кезінде сабақтан сипатталады. Сабақпен сипатталады. Келесі екінші қасиеттің бір түрі ол пассивті жағымды стиль. Балаға деген қарым-қатынастың эмоционалды жағымды сипатын айқын еместігімен ерекшеленеді. Үшінші стиль ол тұрақсыз стиль. Ол стильде мұғалім өзінің қарым-қатынасын жағдайға байланысты өзгертеді. Сондай-ақ мұғалімнің оқушылармен қарым-қатынас жасауы өзінің көңіл-күйіне, сол уақытта эмоционалдық жағдайына байланысты болып келеді. Кез келген педагог өзінің педагогикалық іс-әрекеті барысында бірнеше басқару стильдерін қолданады. Бірінші ол авторитарлық стиль, өзіне бағытталған, яғни белгілі авторитетке байланысты. Келесі екінші либералды стиль. Бұл ұжым өміріне араласуды қаламайды, белсенділік танытпайтын стиль. Әркім өзімен өзі болатын стиль болып табылады. Одан кейін демократиялық стиль. Бұл ұжымның пікіріне сәйкес келуші, яғни ұжымның пікірімен санасатын стиль болып табылады. Келесі жалпы қарым-қатынас дегенімізді қорытындылайтын болсақ, педагогикалық қарым-қатынас дегеніміз не? Педагогикалық қарым-қатынас ол қарым-қатынастың ерекше түрі, кәсіби категориясы болып табылады. Ол әрқашан оқытушы, дамытушы және тәрбиеленуші қызметтерін атқарады. Сонымен қатар педагогикалық қарым-қатынас біріккен іс-әрекет қажеттілігін туғызатын, білімділер мен білімгерлер арасындағы байланыстың дамуын орнататын көп жоспарлы үрдіс болып табылады. Педагогикалық қарым-қатынастың басқа қарым-қатынас түрлерінен, яғни әлеуметтік, психологиялық, тұрмыстық, кәсіби және тағы басқа қарым-қатынас түрлерінің ерекшелігі оның оқушылардың дамуы мен тәрбиесіне бағытталған педагогикалық міндеттерді шешу болып табылады. Қарым-қатынастың екі жағы бар: қарым-қатынас және өзара әрекеттесу. Қарым-қатынастағы қатынас және өзара әрекеттесу бұл айсбергтің су үсті және су асты бөліктері сияқты. Су үсті бөлігі бұл сөздік және сөздік емес әрекеттер қатары болса, су асты бөлігі адамды қарым-қатынас жасауға итермелейтін қажеттіліктер, мотивтер мен қызығушылықтар, сезімдерді негізге болады. Адамның күнделікті өмірінде қарым-қатынастың сан алуан түрлері кездеседі. Психологиялық педагогикалық іс-тәжірибеде мұғалімдер мен оқушылар арасындағы қарым-қатынас мынандай негізгі төрт түрге бөлініп қарастырылады. Бірінші, вербалдық қарым-қатынас. Екінші, вербалсыз қарым-қатынас. Үшінші, интерактивті, яғни интербелсенді қарым-қатынас. Төртінші, персептивті қарым-қатынас болып табылады. Солардың біршамасына тоқталайық. Біріншісі, вербалдық қарым-қатынас. Бір адамның екінші адамға не болмаса белгілі бір топтар арасында сөз арқылы ақпараттармен алмасу процесі вербалдық қарым-қатынас болып табылады. Сөз адамдарға ғана тән, аса маңызды құдіретті күш және вербалдық қарым-қатынастың негізгі құралы болып табылады. Негізі бұл вербалдық қарым-қатынасқа түскен кезде әрбір өзінің сөзін байлап бажамдап айту,
әрбір сөзіне, әрбір іркілісінен дұрыс көңіл бөлуі керек. Кез келген сұхбаттасушы, сұхбатқа түсуші адам. Вербалды қарым-қатынас тек сөз арқылы белгілі бір көп сөзді көпіртіп сөйлей беру емес, сонымен қатар аз сөзбен дұрыс вербалды қарым-қатынас жасай білу керек. Вербалды қарым-қатынасқа жағы сөз құдіретіне байланысты халық даналығы бар, әркімнің мысалы аз сөз алтын, көп сөз көмір дегендей, сонымен қатар өнералды қызыл тіл деген өте үлкен халық даналығы мақал-мәтелдер жақсы бұл сөзімізге вербалды қарым-қатынасқа жақсы мысал бола алады. Сөздік, яғни вербалды қарым-қатынас арқылы ғылыми ақпараттарды бала санына жеткізуде нақты тәжірибеден алынған мысалдар, қызықты фактілер, орынды мақал-мәтелдер тыңдаушылардың қызығушылығын арттырып, олардың назарын тақырыпқа шегіне түседі. Вербалды қарым-қатынас негізгі екі түрге бөлінеді. Олар акциалды және ретиалды. Акциалды қарым-қатынас дегеніміз ақпаратты бір адамнан екінші бір адамға жеткізу процесі, яғни мұғалім және жеке бір оқушы арасындағы қарым-қатынас болып табылады. Ал ретиалды қарым-қатынас дегеніміз ақпаратты бір адамнан бір топ адамға жеткізу процесі, яғни мұғалім және сынып оқушылары арасындағы қарым-қатынас болып табылады. Келесі қарым-қатынас түрі ол вербалсыз қарым-қатынас. Вербалсыз қарым-қатынас дегеніміз ол мимика, ишара, пантомимика арқылы сөзсіз қарым-қатынасқа түсуді біз вербалсыз қарым-қатынас дейміз. Солардың ішінде бұл мимика дегеніміз не? Мимика ол адам бетінің бұлшық еттерінің қимыл қозғалысы арқылы оның психикалық жағдайының, сезімдерінің, көңіл күйінің көрінісін арқылы біз қарсылас, яғни сұхбаттасушы тарапқа өзіміздің жаңа жай күйімізді, көңіл күйіміздің болмай тұрғаны белгілі бір сөзсіз арқылы, немесе бетіміздің шыраюы, бетіміздегі әртүрлі сезімдер мен психикалық жағдайлардың көрінісі арқылы біз қарым-қатынасқа түсе аламыз. Бұны айтпай сөзсіз мимика арқылы білуге болады. Тағы бір ол вербалсыз қарым-қатынастың түрі ол ишара. Орысша айтсақ жест. Қарым-қатынас барысында адамның психикалық көңіл-күйіне байланысты қолдарының белсенді қимыл қозғалыстары дейді. Яғни белгілі бір лекция оқу барысында, дәріс оқу барысында, немесе белгілі бір затты түсіндіру барысында қолдарының белгілі дәрежеде қолданысқа, яғни белгілі бір қозғалысқа түсуін, белсенді қимыл қозғалысқа түсуін біз ишара, жест деп айтамыз. Жесттің тағы бір түрлері бар, белгілі бір сезім күйлерді байқау мақсатында, белгілі бір адамға деген сезімін, оның көзқарасын байқау мақсатында сол ишара, жест арқылы да біз аңғарамыз. Келесі бір түрі ол пантомимика. Қарым-қатынаста адамның қолының, денесінің, аяқтарының қимылдарының қатысуы. Яғни белгілі бір дәрісті түсіндіргенде, немесе белгілі бір ұғымды, мәнді, мазмұнды түсіндіру барысында адамның қолы, немесе денесі, басының, тіпті басқа да дене мүшелерінің қимылдап сол мәнді түсіндіру мақсатында қимылдап соған қатысатын болса, оны біз пантомимика дейміз. Бұл вербалсыз қарым-қатынастың үшінші түрінің бірі осы. Келесі қарым-қатынас ол интербелсенді қарым-қатынас. Адамдардың өзара тығыз әрекетте болуын, тығыз байланыста, көпшілік ішінде жұмыс істей алуға бейімделуін қарастырады. Интербелсенділік қарым-қатынас қазіргі педагогикалық технологиялардың негізін құрайды. Оның барысында оқушылардың да, педагогтардың да өздерінің дамуға, іске асыруға тиімді қолайлы жағдай жасау көзделеді. Интербелсенді қарым-қатынасқа байланысты айта кететін болсақ, белгілі бір модерациялық құбылыстарға түсу, ойын технологиялары, белгілі бір ойындарға барып түсу. Өйткені интербелсенді дегеніміз интерактивті қарым-қатынас жасаудың негізгі екі түрі бар. Біреуі ол адамдар арасында қарым-қатынас, яғни оқушы тек белгілі бір топпен ғана қарым-қатынас жасап, немесе белгілі бір оқушымен жеке қарым-қатынас жасай алмайды, жасамай тұрмайды. Сонымен қатар оқушылар мен оқушылар арасында қарым-қатынас, мұғалімнің оған араласуы, яғни бір-бірімен белгілі бір дебаттарға, мысалы ретінде миға шабуыл әдістері арқылы осы интербелсенді қарым-қатынасты байқайтын боламыз.
адамдар арасындағы. Бұл сонымен қатар белгілі бір техникалық құралдар арасында. Техникалық құралдар арқылы, яғни интерактивті тақта, компьютерлік технологиялар арқылы, компьютер арқылы, сонымен қатар техникалық оқыту құралдары, мультимедиа, телевизор, телефон, осылар арқылы қарым-қатынасқа түсу, сонымен қатар қазіргі уақыттағы онлайн конференцияларға түсудің өзі бұл интербелсенді қарым-қатынас болып табылады. Өйткені оның барлығына техникалық ақпарат, техникалық оқыту құралдары арқылы қарым-қатынасқа түсу, ол интербелсенді қарым-қатынастың тағы бір түрі болып табылады. Өзара әрекеттесу барысында тұлғааралық қатынастардың бекіуі, өзара түсінісуі, көпшілік арасында адамдардың жеке қабілеттерін таныта алуы маңызды. Барлық ұжымдарда аса беделді мүшелер болады. Бірақ оған қарамастан оқушылардың барлығының белсенділігін арттыруға мұғалім қолайлы жағдай жасауды көздейді. Өзара қарым-қатынасты бекіген, ауызбіршіліктері бар ұжым өте ұйымшыл болып келеді және әрқашанда бір-бірімен ынтымақтастықта жұмыс істеуге бейімделеді. Интербелсенді қарым-қатынастың негізгі екі түрі бар. Бірінші түрі ол кооперация, яғни топ ішіндегі адамдардың бір-бірімен көмектесе отырып, ортақ мақсатқа жетуді көздейтін түрі. Екінші түрі конкуренция, яғни топ ішіндегі адамдардың бәсекелестік жағдайында бір-бірінен озып шығуға тырысады. Бұл бәсекелестікке таласуды шиеленіске бармайтындай қылып ұйымдастыру мұғалімнің құзырындағы шаруа болып табылады. Келесі қарым-қатынас түрі ол перцептивті қарым-қатынас. Басқа адамдардың ішкі жан дүниесін сезіне алуы, яғни перцепция, қабылдау, сезіну, психикалық түсіну қызметі болып табылады. Перцепция сезім органдары арқылы алынған ақпараттарды өңдеу мен танудың, түйсінудің психикалық қызметі болып келеді. Әрине, даму үстіндегі тұлғаны ішкі жан дүниесін түйсіну күрделі процесс. Бұл қабілет көбінесе психологтарда, дәрігерлерде, педагогтарда байқалады. Адамның өзінің басқаның орнына қоя алып, оның сөз түсіне алуы, сезінуі эмпатия деп аталады. Әсіресе мұғалім мен шәкірт арасындағы қарым-қатынаста эмпатия арқылы балалардың тұлғалық қасиеттерін бағалауға болады. Немесе белгілі бір балалармен сырласу барысында және сол балаларды түсінісу барысында белгілі бір психологиялық ауытқуы бар, немесе жалпы өзі жасөспірім балалармен дұрыс қарым-қатынасқа түсу үшін міндетті тұрғыда педагог өзін сол баланың орнына қоя отырып эмпатиялық, яғни сезіну керек, оны сөзсіз түсіне алу керек, оның жағдайында, оның көзқарасында қалай болатын еді деген сияқты. Бұл белгілі бір өте көп үлкен конфликттер мен қақтығыстарды шешуге өте үлкен әсерін тигізетін қарым-қатынас түрі болып табылады. Келесі, мұғалімнің қарым-қатынас стилі. Бұл оның бағалауында, бағыттауында, тұлға мен ұжымға ықпал ету тәсілдерінен, басқару стилінен көрінетін мұғалімнің балаларға, оқушылар ұжымына деген көзқарасының қарым-қатынасының сипаты болып табылады. Педагогикалық қарым-қатынас стилінде педагогтың коммуникативті мүмкіншіліктерінің ерекшеліктері, педагогтың шығармашылық даралығы, педагог пен тәрбиеленушілердің өзара әрекеттесуінің сипаты, оқушылардың ерекшеліктері көрінеді. Қарым-қатынас стилі педагогтың жалпы және кәсіби мәдениетінің деңгейін, оның кәсіби біліктілігін айқындайды. Педагогикалық қарым-қатынас деңгейлері сабақ үстіндегі және сабақтан тыс оқу әрекетінің формаларын пайдаланатын, оқушының қызметін талдай отырып қарым-қатынастың әртүрлі деңгейлерін бөліп ажыратуға болады. Біріншіден, жоғары, өзара түсінісу, өзара қарым-қатынас жасау, сенім арттыруда жылылықпен сипатталады. Екінші, орта қарым-қатынас. Үшінші, төмен, түсініспеушілік, бір-біріне жат болу, суық қарау, өзара көмектің болмауымен сипатталады. Бұл педагогикалық қарым-қатынасқа түсу деңгейлері. Келесі, педагогикалық қарым-қатынас құрылымы. Калик бойынша бірінші ол болашақ қарым-қатынасты модель жасау, яғни жобалау кезеңі.
Келесі екінші бастапқы әрекеттесуде тікелей қарым-қатынасты ұйымдастыру, яғни коммуникативті шабуыл. Үшінші, дамып отыратын педагогикалық үрдісте қарым-қатынасты басқару. Төртінші, жүргізілген қарым-қатынас жүйесін талдау және оны келесі іс-әрекетте модельдеу болып табылады. Келесі, педагогтың қарым-қатынас стильдері қандай? Біз бағана осы лекциямыздың барысында айта кеткендей, педагогтардың, мұғалімдердің қарым-қатынас стильдері ол 3 стиль болып табылады. Біріншісі ол авторитарлы стиль. Бұл стильде оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынастың тең дәрежеде емес, педагогикалық әсердің объектісі ретінде қарастырылады. Мұғалім шешімді өзі қабылдайды, оқушылардың жағдайын және олардың шешімдерін ескермейді. Бұл стильді ұстанған мұғалім өте қатал, талапшыл, өз айтқанын екі етпей орындатуды қалайтын, оқушылардың өз ойы мен пікірін ескермейтін мұғалім келеді. Келесі стиль ол демократиялық стиль. Оқушы қарым-қатынастағы тең серіктес, бірігіп білім іздеудегі әріптес ретінде қарастырылады. Мұғалім оқушылардың шешімін қабылдауға тартады, олардың пікірлерін есепке алады. Ой пікірін білдіруін бағалайды, оқушылардың тек оқу үлгерімін ғана емес, сондай-ақ олардың тұлғалық сапаларын да есепке алады. Әсер ету әдістеріне әрекетке түрткі болу, кеңес, өтініш барлығы осыған келіп жатады. Басқарудың демократиялық стилін ұстанған мұғалімдердің оқушылары байыпты қанағаттану, өзін-өзі жоғары бағалау күйін сезінеді. Осы стильдегі мұғалімдер өзінің психологиялық іс-әрекеттеріне көбірек назар аударады. Мұндай мұғалімдер үшін үлкен кәсіби орнықтылық, өз мамандығына қанағаттану өте тән болып табылады. Яғни демократиялық стиль барысында мұғалім оқушымен тең дәрежеде қарым-қатынас жасай отырып, сонымен қатар оқушылардың шешімдеріне дұрыс құлақ түреді және олардың шешім белгілі бір сабақ барысында шешімге келуіне, олардың өз пікірлерін дұрыс айта алуына мүмкіндік жасайды. Ой пікірін білдіруін, олардың қалай ой пікір білдіргенін мұғалім бағалауы тиіс. Бұл өте керемет, өте жақсы стильдердің бірі болып табылады. Келесі стиль либералдық стиль болып келеді. Бұл стиль барысында мұғалім шешім қабылдаудан қашып, бастаманы оқушылардың әріптестеріне береді. Оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру мен қадағалауды жүйесіз орындайды. Жалтақтаушылықты, толқуды көрсетеді. Сыныпта ауытқымалы микроклимат, жастың қақтығыстар байқалатын болды. Бұл стиль барысында. Либералды стиль дегеніміз жалпы сен кимесең мен кимеймін деген стиль болып табылады. Яғни сендер өз беттерімен оқушылар, мен өз бетіммен деген сияқты бір-біріне әркім өзінше дербес қимыл жасайтын стиль болып келеді. Бұл әрине бұл стиль барысында мұғалім дұрыс қарым-қатынасқа түсе алмайды оқушылармен, яғни белгілі бір-екілі оқушы, яғни сол белсенді топтармен қарым-қатынас жасайды. Әсіресе оқушылар өздеріне тастайды да, оқушылар еркінен басы бос кетеді. Педагогикалық қарым-қатынас функцияларын анықтау көбінесе оқытушының өз қызметінде ала қоятын мақсатына байланысты. Бірінші мақсаты, яғни оқу-тәрбие материалдарын білім алушының дара ерекшеліктеріне қарай іріктеу, құру және олардың жеке тұлғалық үлгісін жобалау секілді конструктивтік қабілеті. Екінші, білім алушыны әртүрлі оқу әрекетіне қатыстырып, ұжымда тұлғаның белсенділігін көтеру сынды ұйымдастырушылық қабілеті болып табылады. Келесі үшінші, білім алушымен қарым-қатынаста болу, олардың даму деңгейіне, талабына сай болу секілді коммуникативтік қабілеті болып табылады. Тағы бір айта кететін жағдай, қарым-қатынасқа түсу барысында міндетті түрде біз ескере кететін бірнеше дүниелер бар. Солардың бірі педагогикалық еп. Педагогикалық еп дегеніміз не? Жалпы
балалармен психологиялық байланысты орнату және дамыту мүмкіншілігін сипаттайтын басты талаптың бірі ол педагогикалық. Еп дегеніміз яғни орысша айтқанда такт, әсер ету, қол тигізу деген мағына береді. Бұл адамдардың өздері әрекетін реттеуге көмектесетін адамгершілік категориясы. Ізгілікті ұстанымына негізделе отырып, педагогикалық еп кез келген күрделі де қиын ситуацияда адамға деген құрметтің сақталуын талап етеді. Еп жоғары адамгершілікті мақсатқа жету үшін адамның моральдік ымыраға, яғни компромиске келетін іс-әрекет формасы. Бұл басқа моральдік талаптарға нұқсан келтірмей, нақты адамгершілік талаптың жұмсалуы саналы түрде әлсіреуі болып табылады. Еп қиындықтардан бас тарту емес, мақсатқа жетудің қысқа жолын таңдау, көру болып келеді. Епті болу әрбір адамға, әсіресе педагогқа қолайлы адамгершілік талап. Педагогикалық епті меңгеруде мұғалімге қандай білім қажет? Біріншіден, қазіргі жасөспірімдердің жас ерекшелік психологиясын, жеке ерекшеліктерін білу керек. Жас өспірімдермен қарым-қатынас стилінде құрметтеу, тану, сенім арту, кәсібилік, салмақтылық реңктері болған жөн, әрине оқушыларға ықпал ету тәсілдерін білу керек. Олар қандай? Олар балаларды сүю, өз мақсатын орынды көрсету. Балалар іс-әрекетінің ішкі мәнін түсіну, көру, бақылау болып табылады. Сонымен қатар нақты жағдайда дұрыс бағыттау. Ықпал етудің ыңғайлы тәсілін таңдау. Бұдан тәрбиенің жаңа жолдарын білу өте маңызды. Сен өзің білесің, бірақ мен саған айтар едім деген сияқты әртүрлі тәсілдерді қолдануымызға болады. Келесі, педагогикалық ықпал ету шеберлігі. Бағана біз педагогикалық еп дейтін болсақ, соның бірі педагогикалық ықпал ету. Педагогикалық тіл табысу, оның мәні, қызметі, стилі, педагогикалық еп, педагогтың оқушылармен, мұғалімдермен, ата-аналармен педагогикалық жалпылық қарым-қатынасты орнату шеберлігі болып табылады. Педагогтың педагогикалық епті игеру шарттары қандай дейтін болсақ, педагогтың оқушыларға, ата-аналарға, мұғалімдерге байланысты ықпал ету тәсілдері, үгіттеу адамдар психологиясына ұйымдасқан ықпал ету тәсілдері болып табылады. Солардың бірі үгіттеудің сөздік формалау, дәлелдеу, хабарлау, әңгімелеу, түсіндіру. Педагогикалық ықпал етудің шеберлігінің бірі ол өте үлкен жүйелерді үгіттеу. Педагогтың оқушыларға, ата-аналарға, мұғалімдерге психологиялық ықпал ету тәсілі болып табылады. Педагогикалық еп те бұл педагогикалық ықпал ету тәсілдерінің бірі. Конфликт бойынша тәрбиелік әсердің нәтижелігіне байланысты педагогикалық қарым-қатынастың стильдері мынандай. Бірлескен шығармашылық қызмет негізінде. Бұл стиль мұғалімнің кәсіби қызметі мен этикалық көзқарастардың бірлестігіне негізделеді. Жолдастық байланыс негізінде естіледі. Жолдастық байланыс әсіресе педагогикалық қарым-қатынастың маңызды реттеушісі. Алайда қарым-қатынас үдерісінде кез келген эмоциялық көңілдің сияқты да жолдастықтың тағы шегі болуы қажет. Кері жағдайда ол оқыту тәрбиелеу үдерісіне теріс нәтиже беруі мүмкін. Қашықтық қарым-қатынас. Мұғалім мен білім алушының арасындағы әрқашан қашықтық байқалады. Оқытуда, беделі мен кәсібилікке, тәрбиелеуде, жас пен өмірлік тәжірибеге нұсқау арқылы көрінеді. Бұл стиль шығармашылық ортаны құруға мүмкіндік бермейді. Келесі қорқыту қарым-қатынасы. Қарым-қатынастың жағымсыз түрі. Көбінесе бұл мұғалім қызметінің жаңадан бастаушылар қолданылады. Бұл тиімді ортақ қызметті ұйымдастыра алмаушылықпен түсіндіріледі. Яғни дұрыс ұйымдастыра алмайтын жас мұғалімдер, әсіресе жас қызметкерлер, жас педагогтар бұл стильді көбірек қолданып, қорқытып, үркітіп, белгілі бір жағынан қорқыту стилі осы болып табылады. Бірақ бұл өте жағымсыз стильдің бірі. Келесі әзілдесу қарым-қатынасы.
білім алушыдан оңай бедел алуға тырысуға негізделеді. Бұндай қарым-қатынас өз кезегінде педагогикалық этика талаптарына қайшы келеді. Бұл стиль бір жағынан білімгермен тығыз байланыс орнатуға құштарлықпен, екінші жағынан педагогтың және коммуникативті мәдениеттің жоқтығымен сипатталады. Келесі, педагогтың сөзі тәрбиелік ықпал ету мен мағлұмат беру құралы ретінде. Педагог сөзі оның іс-әрекетінің құрылымында тіл және сөз, ауызша сөйлеу ерекшеліктері, жағдайлық кері қатынас, бағыттау, эмоционалдық өз әрекетінің психологиялық құрылымы, мақсаты, мазмұны, формасы, осылардың барлығы дерлік біз педагогтың сөзі арқылы ықпал етудің негізгі мағлұмат берудің негізгі құралы ретінде сипаттаймыз. Сухомлинский жалпы мұғалім сөзінің тиімділігі деген талаптар туралы айтқанында, жалпы кез келген педагог өзінің сөзінің тиімділігін белгілі бір әсер етуі керек. Яғни өзінің тиімділігін қалай арттыру мақсаты бұл, яғни бірінші сөз мәдениетін сақтау керек. Өзінің қарым-қатынас мәдениетін сақтау керек. Сонымен қатар сөз айту барысында, сөз сөйлеу барысында белгілі бір кідірістермен өте үлкен. Сонымен қатар әртүрлі синонимдер мен синонимдарды өте аз қолдану керек, өйткені бұл барысында сөздердің қайталануы, сөздердің қайта-қайта келуі, жаңағы деген сияқты паразиттерді қолданбау керек. Сонымен қатар сөйлеу барысындағы әртүрлі техникалық құралдарды қолдану керек. Мысалға, техникалық құрал дегеніміз техникалар қолдану керек. Әсіресе бұл имаулы, дауыс ырғағы, дикциясы, ырғақты дұрыс қоя білуі, ол педагог сөзінің арқылы жеткізілетін жолдарының бірі. Кез келген жалпы лекция сөйлеу оқу барысында педагог өзінің сөздің нақты және дұрыс жетуі үшін міндетті тұрғыда дауыс ырғағынан, дауыс тембрынан дұрыс көңіл бөлу керек. Бұл педагогикалық шеберліктің арттыруына, сол арқылы балаға әсер етуіне мүмкіндік туғызады. Канклик нәтижесі бойынша осындай келесі тағы бір әдістердің бұл үгіттеу. Үгіттеу тәрбиеші балалардың сана сезіміне, тәжірибесіне жүгіне отырып, педагогикалық ықпал ету тәсілі болып табылады. Оның мақсаты тәрбиеленушілердің ақиқатқа, адамдар іс-әрекетінің мазмұнына, нормаларына саналы көзқарасты қалыптастыру болып табылады. Үгіттеу адамның санасына, өзін және қоршаған ортаның түсінігіне әсер етуі керек. Оның түсініктерін, ғылыми білімін моральдық талаптарына сәйкестендіру болып табылады. Үгіттеу бұл адамның немесе ұжымның рационалдық және эмоционалдық сапаларына тұтастай ықпал ету. Ол жаңа көзқарастарды, қарым-қатынастарды қалыптастыруға бағытталған. Үгіттеу екі мағынасында қолданылады. Біріншіден, бұл ықпал ету тәсілі емес, немесе әдісі ретінде. Екіншіден, бұл үгіттеу ықпал етудің нәтижесі, яғни белгілі бір ұстанымдарға өмірлік позицияларға негізделген сенімдер жүйесі ретінде қолданылады. Педагогикалық практикада үгіттеудің мынандай формалары кең таралған. Олардың бірі әңгімелесу, түсіндіру, дәлелдеу, әңгіме, дәріс, сендіру сынды тәсілдер табылады. Үгіттеуге қандай талаптар қойылады? Үгіттеуге қойылатын талаптар ол үгіттеудің мазмұны мен формасы тұлғаның жас ерекшелік деңгейіне сәйкес болуы керек. Оқушыларға түсінікті және қолжетімді деңгейде ұсынылуы керек. Үгіттеу оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескере алып отырып құрылуы тиіс. Өйткені белгілі бір тәрбиелік ықпал ету үшін балаға табиғи тұрғыда және белгілі бір жаман қылықтан арылту үшін үгіттеуді жүргізуіміз керек. Сол уақытта міндетті түрде баланың жеке ерекшеліктері, жас ерекшеліктері, соған байланысты сол баланың тілінде, оқушының тілінде, қолжетімді деңгейде ұсынылуы керек. Әрі қарай келесі талап ол үгіттеу бірізділікке, қисындылыққа, дәлелділікке ие болуы шарт. Міндетті түрде үгіттеу жүргізген кезде мұғалім белгілі бір дәлелдер жасау керек, дәлелдерді құра білу керек, дәлелді және нақты болу керек.
сендіретіндей деңгейде болуы бұлжымайтын қағидаларға негізделуі қажет. Келесі, үгіттеуде жалпылама қағидалар мен ұстанымдар, ережелер қатар, яғни нақты фактілер, мысалдар, көрнекіліктер, үлгілер қолданылуы керек. Яғни үгіттеу барысында көбінесе біз педагогикалық, этикалық әңгімелер жүргізген кезде жалпы қағидалардың бала біреуін білсе, біреуін білмейді, ережелер біліп жатса да білмейді, сондықтан өмірден алып нақты мысалдар түсінуіміз керек, сонда ғана біз үгіттеуді тиімді қолдана аламыз. Сонымен қатар соңғысы ол басқа үгіттей отырып тәрбиешінің сөзін айтқанына сену керек. Яғни ол басқаны үгіттей отырып өзі де сендіре алу керек, өзі де сол сөзіне сенгенін көрсету білуі керек. Келесі, үгіттеудің тиімді шарттары. Біріншіден, үгіттеудің күштілігі оның маңыздылығына және үгіттеушінің беделіне тәуелді. Яғни үгіттеуші өте қатты беделді кісі болатын болса, оның сөзіне оқушы сенетін болады. Екіншіден, үгіттеудің тиімділігі. Үгіттелушінің психикалық ерекшеліктері, яғни қызығушылық, қажеттіліктеріне, талғамы, ойлау ерекшеліктеріне, сонымен қатар олардың үгіттеуге есепке алынуына тәуелді болып келеді. Үшіншіден, үгіттеуші мен үгіттелушінің өзара әрекеттесуі барысындағы интеллектуалдық эмоциялық күйіне тәуелділігі. Үшіншіден, үгіттеудің мораль оқудан айырмашылығы. Үгіттеуде белгілі бір қағидаға дәлелденсе, моральда тек ұсынылады. Мысалы, оқушы міндетті ұят болады, және тағы басқа деген. Ал үгіттеуде міндетті түрде белгілі бір мынандай деп нақты бөліп берілген нақты белгілі қағидаға негізделе отырып дәлелденеді. Келесі бесінші, сендіру немесе сугестия. Латын сөзі ол сендіру дегенді білдіреді. Бір адамның басқа адамға немесе адамдар тобына психологиялық ықпал етуі, оның мақсаты айтылған сөздерді ондағы ойларды және ерікті сынға алмай қабылдау және сіңіру болып табылады. Яғни сендіру әсіресе өте тиімді тәрбиелік тәсіл болып табылады. Үгіттеудің негізі осы сенімді құрылады. Қарым-қатынас әлеуметтік психологиялық үрдіс ретінде мынандай қызмет етеді. Адамдардың бірі-бірін танып білуі. Қарым-қатынас үрдісіндегі адамдар бірін-бірі көзбен қабылдайды, бағалайды, яғни әлеуметтік перцепцияға жүзеге асады дейді Бадаев. Екінші, ақпаратпен алмасу. Қарым-қатынас материалдық және рухани құндылықтар мен интеллектуалдық эмоционалдық ақпаратпен алмасуды қамтамасыз етеді. Іс-әрекетті ұйымдастыру болып табылады. Үшінші, рөлдермен алмасу. Төртінші, тұлғаның өзін өзі бекітуі. Бесінші, бірге әсерленушілік болып табылады. Қорыта келетін болсақ, кәсіби педагогикалық құрылымдағы педагогикалық қарым-қатынас бұл педагог пен оқушылардың тіл табысуын, өзара түсінісуін, өзара әрекеттесуін ұйымдастыру, тұрақтандыру және дамытудың көпқырлы үрдісі болып табылады. Қарым-қатынас арқылы педагог оқушылардың іс-әрекетін, тәртібін ұйымдастырады, олардың жұмысы мен әрекеттерін бағалайды, болып жатқан құбылыстар, оқиғалар жайында ақпарат береді. Белгілі бір әрекеттері бойынша қажетті толғаныстарын тудырады, қиындықтарды жеңуде көмек береді, өзінің мүмкіншіліктеріне сенім арттырады. Педагогикалық іс-әрекетте қарым-қатынас жасаудың барлық түрлерін қолдану керек. Олардың ішінде яғни ақпараттық алмасуы, өзара әрекеттесуді ұйымдастыру, баланың тұлғалық қасиеттерін ашу, оған ықпал ету және тағы басқалар. Қарым-қатынас жасау арқылы шешетін мәселеңізді айқын және нақты тұжырымда қолдануыңыз жөн болады. Қарым-қатынас жасаудың стратегиясы мен әдіс жолдарын ойластырып алыңыз. Баланың санасы мен мінез-құлқын ықпал ететін әдістерді таңдап алыңыз. Осындай біз өзіміз пікір бере отырамыз. Бұл педагогикалық қарым-қатынас дегеніміз жалпы балалардың арасында
сонымен қатар оқушы мен студенттер арасында міндетті түрде өте үлкен маңызға ие. Мұғалімдер арасындағы да бір-бірімен әріптестер арасында жағымды пікір, жағымды микроклимат құру үшін ортада ұжым арасында осындай стильдерді қолдануымыз керек, педагогикалық қарым-қатынасты дұрыс беруіміз керек және дұрыс сақталуын қамтамасыз етуіміз керек. Ең бастысы педагогикалық еп, яғни педагогикалық әдепті дұрыс сақтайтын болсақ, біз қарым-қатынасқа дұрыс түсе аламыз. Назарларыңызға